Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Міне біздерге көктем келіп, жер көктеп, күн жақсарып жатыр. Алдыңда біздер 5 тай, 3 құнан үйреткенбіз. Соның бізде қалғаны 4 тай, 1 құнан қалды. Қалған 3-еуі дейтін қыстаққа сақманға мініске ат керек болып, соған шұғыл жағдаймен КамАЗға тиіп жердік. Видеодан көрсеңіздер болады. Қазір біздер 4 тайдың жүрісін жайлап өтіп, қызық болсын деп, 1 құнаның жүрісін көрсететін боламыз. Тайларға біздер ат қойдық, сіздердің комментарияда жазғандардың, ұнағандарын қойдық. Қазір соны бір бөлеп видеоға түсіріп, бір бөлеп атын атап, жүрістерін қарайсыздар. Комментар жазыңыздар, қайсысы ат болады, қайсысы болмайды деген сияқты. Енді 8-інің барлығы ат болады деген мақсат жоқ бұл жерде. Ішінде аяғы кететін, үйренбей қалатын да болады. Ат болса ат болады, ат болмаса ет болады дегендей. Ол енді болашақта уақыт көрсетеді. 8 аттың қорытындысын айтатын боламыз. Ал ағайын, қазір біздер атқа отырып, сіздерге бір әдемі қазақтың киіммен бір жай ғана бір видео көрсететін боламыз. Тамашалаңыздар. Ал мынау бірінші үйретілген хан торы тай. Келіп шауат. Ал шауып көр, ал шап-шал. Міне жүріс қалай. Баға жүріңіздер, ат бола ма бұла жылқы. Хан торы бұл дейді. Алма екінші үйретілген жалын деген тай. Жалын деп айтып қойдық, комментарияда жалын деп жазыңыздар көбісі. Аздап ақсындап қалды. Жақсы шауатты көресіздер. Жалын деп қойдық жеренге. Ал бір шау өтті. Секунд. Ал мынау үшінші үйретілген торқа деп атып қойдық. Торқа дейді, қазақшалап торқа деп қойдық. Құнан бұл алдында мен жайдап отырған аян жорғасы бар жайлап. Осы құнан қалғаны. Торқа. Ал мынау 4-ші үйретілген аты қара торғай. Тор болғасын қара торы. Жақсы шабат бай. Қара торғайын шабысы. Тайлар бойын жай шауат. Ал мынау қара торғай. Ал мынау 5-шісі тайфун. Тай. Тайфун. Ал ағайын, каналға тіркеліңіздер.
видеоға пікір айтыңыздар. Көріскенше ағайын.